осы уақытта аудан әкімдері, басқарма басшылары сіздерден де нақты ұсыныстар күтеміз. Жақсы жобалар болған жағдайда біздің тарапымыздан толық қолдауға қаржылайды. Сервис-алады осыны күшейтуіміз керек. Өткенде осы бойынша ақылдастық шешім қабылдадық. Негізінен көп қаражат негіз үшін шағын орта кәсіпкерлікті өндірісті дамытуға бағытталады. Сіздердің де әріптестеріңіз бар, басқа өңірлерде достарыңыз бар, ағайындар бар, барлығын өңірге инвестиция салуға шақыру керек. Біз тарапымыздан тағайдың толық қолдау болады. Саяси жағынан да, қаражат жағынан да көмектесеміз, жермен, инфрақұрылыммен бәрін көмектесетін боламыз. Осы бағытта жұмыс жасайтын өңірлерімізді. Нақты сіздерден жақсы ұсыныстар күтеміз. Бұл бірінші кезекте жергілікті әкімдердің міндеті. Орта бизнесті дамыту арқылы сіздер мемлекет басшысының 10 мың тұрғынға 100 жұмыс орны мәселесін шеше аласыздар. Яғни орта кәсіпорындарды құру арқылы тұрақты жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік аламыз. Биылғы жылы ауылда кәсіпкерлікті дамыту маңызды міндеттерінің бірі болып айқындалып, ауыл тұрғындарына 5-7 жылға дейін жылдық өсімі 2,5% болатын шағын несие беру қолға алынды. Жастардың кәсіпкерлік бастамаларын қолдауда назарда тыс қалған жоқ. Бүгінгі күннің өзінде 2 миллиард теңгеге 300-ден аса жастардың жобалары мақұлданды. Өңірде шағын және орта бизнестің шамамен 8,5% ғана өңдеу өнеркәсібінде тіркелген. Экономиканың бұл секторын әлі де дамытуымыз қажет.